Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк демесін басуды ұмытпаңыздар. Астанада 19 жастағы жігіт 25-ші қабаттан құлап кетті. Марқұмның мәйіті Петров көшесінде табылған. Полиция қызметкерлері жас жігіттің жеке басын анықтады. Ол 25-ші қабаттан құлаған Елорданың 19 жастағы тұрғыны болып шықты. Осы іске қатысты тергеу амалдары басталды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк демесін басуды ұмытпаңыздар. Әйелдердің зейнет жасы ұзартыру тоқтатылады. Сенат заңы қабылдады. Оған сәйкес келесі жылдан бастап әйелдердің зейнет жасын арттыру уақытынша тоқтатылады. Осылайша әйелдердің барлығы 2028 жылға дейін 61 жаста зейнетке шығады. Бұдан бөлек заңда зейнетақы қатысты бір қатар маңызды шаралар бар. Базалық зейнетақы мөлшері кезең-кезеңмен ұлғайту. Ортақ зейнетақы мөлшерін есептеу кезінде табыстың ең жоғары шешектеуін 46 ЕАК-тен 55 ЕАК-де дейін арттыру. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.